Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін өте дәмді самса жасайтын боламыз. Ең алдымен ұнға тұз қосамыз, разрыхитель қосып араластырып аламыз. Одан соң қаймақты қосып, сары майды құйып, жұмыртқаны қосып, қасықпен араластырып, нан илейтін боламыз. Одан соң барып қолымызбен илеп, холодильникке 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасын жасаймыз. Менде салмасына тауықтың еті, мен қыздарым тауықтың етімен жақсы көреді. Барлығын турап, сковородкаға майды құйып, тұздап, барлығын жақсылап бір қуырып аламын. Мен әрдайым самсаны начинкасын сөйтіп бір қуырып алып жасаймын. Қамырымызды шығарып, бөліктерге бөліп, жайып, түйуді бастаймыз. Ең бірінші мен сіздерге тюльпан түйгенін көрсетемін. Ол үшін қамырды жайып алып, осы бір шетін тіліп аласыздар. Содан кейін шетіне қарай аз ғана салмасын салып, өстіп, астын қысасыздар да орай бересіздер. Астын қысып, бекітіп аласыздар. Сонда салмасын суы ағып, майы шығып кетпейтін болады. Өстіп орап, содан кейін барып ана кесілген жағынан бетіне қарай, ортасына қарай әкеп жауып қоясыздар. Осындай тюльпан болып шығады, өте әдемі. Осылай жасап көріңіздер. Екінші вариант ол обычный ходовой вариант. Көп адам осылай жасайды. Салмасын салып, шетін қысып, өріп шығасыздар өстіп. Үшіншісі салмасын ұшына қарай салып, екі шетін біріктіріп, астын көтеріп жауып, осылай үш бұрышқа түйеміз. Песочный тестаны бір жақсы, әр түрлі формада түйе берсеңіздер болады. Ашылып кетпей жақсы ұстайды. Ең күшті рецепт осы песочный тестамен жасаған самса деп ойлаймын. Слоеный самса да жақсы, бірақ ол үгітіліп, түсіп, шашылып, бұл шашылмайды, дәмді болып шығады. Дайын болған самсалардың бетіне жұмыртқа жағып, 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Сіздер де осылай песочный тестамен жасап көріңіздер, өте дәмді, сонда ерекше болып шығады. Мінекей самсаларымыз пісіп шықты, сап-сары, өте әдемі болып шықты. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Қараңыздар қандай әдемі, ортасын бөліп көрсетейін. Мінекей өте әдемі, толығымен піскен, сондай дәмді, өте ерекше песочный тестамен обязательно жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге жасап, каналыма тіркеліп отырыңыздар.